Балалар, қайырлы күн. Мегажадының жылдам оқу курсының 3-ші сабағы. Деңгейіңнің өскенін байқадым. Чаттарда келіп жатқан маған сұрақтар, инсайт видеолар мені қатты қуантты. Сабақты дұрыс түсініп жатыр екенсіңдер. Керемет, қуаныштымын. Бүгін тағы да сендермен 3-ші мәселе бойынша жұмыс жасаймыз. Сабақты бастамас бұрын 2-ші сабаққа қайталау, яғни шолу жасай кетеміз. 2-ші сабақта біз нені оқыдық? Кез келген мәтінді 7 қадам бойынша оқиды екенбіз. Бірінші нені оқимыз? Тақырыбын оқимыз. 2-ші авторын оқимыз. 3-ші оқу құралы, яғни қай жылы шықты, қандай газетте шықты, немесе қандай журналда шықты. 4-ші мәселе, кез келген мәтінде мәселе көтеріледі. Қандай мәселе көтеріліпті? 5-ші мәселе жүрген жерде шешімі міндетті түрде жүреді. 5-ші шешімін айтамыз. 6-ші ол мәтінді салыстырамыз. Басқа мәтіндерден ерекшелігі қандай, артықшылығы қандай, немесе кемшіліктері қандай. 7-ші енді өз ойымыз, бұл мәтіннен нені өзімізге аламыз, немесе алмаймыз. Біздің миымыз осылай жұмыс істейді. Ал егер біз 7 қадам бойынша жұмыс жасамасақ, мәтінді оқимыз, біздің миымыз бізге айтады: тамақ жесем бе екен, теледидарда не болып жатыр, көшеге шығып ойнап кетсем қалай болады. Осындай ойлар келеді. Ал миың не деп айтады ол кезде? Арман, тоқтат та демал деп айтады. Ал егер біз 7 қадам бойынша оқысақ, олай болмайды. Әдеттеріңе айналды деп ойлаймын. Сонымен 3-ші сабақты бастайық. Бүгін мен сендерге өте керемет, қызықты әрі ең пайдалы сабақты түсіндіремін. Ол дегеніміз мәтін. Мәтіннің ішінен біз қандай ақпараттарды алып қаламыз, қандай ақпараттарды алмаймыз. Мәтінді түсіну дегеніміз не? Міне, осы сұрақтарға жауап беремін. Сонымен сабақты бастаймыз ба? Керемет, бастайық. Біз мәтінді оқыған кезде әріптерді, сөздерді, сөйлемдерді түсінбейміз. Біз кез келген мәтіннің негізгі мағынасын алып шығуға тырысуымыз керек. Мәтінді оқу кезінде біздің миымызда фильтрлік қызмет жүре бастайды. Фильтр, өздерің білесіңдер, үйлеріңде бар. Ол не істейді? Судың ішінде керек емес заттарды алып қалып, соңына тек керек заттарды шығарады. Ал кітап оқу кезіндегі біздің ең негізгі фильтр көзіміз ол миымыз. Көп мәтінді оқимыз, оның ішінен ең негізгі мағынасын алып шығамыз. Мәтінді оқып жату кезінде біздің миымызда бірнеше процестер жүріп жатады. Осы күнге дейінгі оқыған кітаптар, немесе енді оқып жатқан мәтіндер, міне осы кезде фильтр қызметі жүреді. Біз кез келген мәтінді жылдам оқып 100% түсіне аламыз. Сенесіңдер ма? Бүгінгі сабақтан дәлелдеймін. Кез келген мәтіннің, бұлай өздерің байқасаңдар, сендер байқамаулары мүмкін, көбіне жылдам оқитын адамдар байқайды. Кез келген мәтіннің 70% су ақпарат. Тек 30% ғана алтын ақпараттар болады. Ал жылдам оқу дегеніміз сол алтын ақпараттарды су ақпараттардан бөліп алып қарау. Бүгінгі сабақтан көздерің жетеді. Кез келген мәтіндегі тек негізгі мағынаны беретін сөздер 30%, ал қалған 70% ақпарат су. Ал біздің уақытымыз неге кетеді? Сол су ақпараттарды алтын ақпараттардан ажырата алмай, су ақпараттарымен айналысуға кетеді. Бүгінгі сабақтан бастап оқу деңгейіміз 2 есе көтеріледі. Мидың ішінде түсіну деген функция бар. Бұл біздің жалпы кез келген жаратылыстан ерекшелігіміз. Жануарлар, құстар, теңіз жануарлары, олардың барлығынан біз миымыз арқылы, яғни түсіну қабілетіміз арқылы ерекшеленеді екенбіз. Мысалы, біз мидың қызметін былай алсақ болады. Үйлеріңде мұздатқыш бар, мұздатқыштың ішінде түрлі азық-түліктер тұрады, Сен нені жегің келеді, мұздатқышты ашасың, ішіне таңдап, кез келгенін алып жейсің. Ал миымыз дәл мұздатқыш секілді. Ішінде неше түрлі ақпарат бар. Біз қалаған кезде кіріп, ашып, өзімізге керек ақпаратты алып, керек емесі тұра береді. Мидың бір бұрышында, яғни біздің ұзақ мерзімді жадымызда тұра береді. Ал мидың фильтрлеу қызметі дегеніміз, мәтінді оқып жатқан кезде жаңа ақпарат келіп жатыр. Мидың ішінде бұрын оқыған ақпараттарымыз бар. Екеуінің арасындағы байланыс, яғни келген ақпараттарды өңдеу, ал бұрынғы ақпараттарды қайталау, фильтрлеу осы кезде жүреді. Біз
жылдам оқитын адамдар жылдам оқу кезінде мынадай тәсілді қолданамыз. Ол тәсіл экранға шықты. Алдымен кез келген мәтінді оқып аламыз. Мәтінді оқығаннан соң бізге не келеді? Ақпарат келеді. Ақпараттан соң ақпараттар өте көп. Су ақпарат бар, алтын ақпарат бар. Енді біз оны мағынасына қарай ажыратып, яғни тағы да бір фильтрден өткіземіз. Мәтіннің мағынасын алдық, енді бізде доминанта деген түсінік бар. Доминанта дегеніміз бүкіл мәтіннің ең негізгі ойы. Ол бір немесе екі ғана сөйлем болады. Оны қазір алдағы уақытта көрсетемін. Мәтінді оқу кезінде мен мынадай тәсілдерді пайдаланамын. Мәтіннің ішінде сөздер көп. Ең бірінші қадам ол сөздердің ішінен кілтті сөздерді ажыратып алу. Кілтті сөздер дегеніміз біз мәтінге қараймыз. Кілтті сөзді оқыған кезде бүкіл бір азат жол немесе бүкіл бір бет есімізге түсуі мүмкін. Кілтті сөздер кез келген мәтіннің бір 40%-ын құрауы мүмкін. Кілтті сөздердің бүкілін жинап аламыз. Басында оны жасаған кезде жазу керек. Мәтіннің ішіне кілтті сөздер теріп жазамыз. Кілтті сөздер біреуіне қарау арқылы азат жолдың бүкіл мағынасын ашамыз. Ойша кілтті сөздер жазылады, ал мағынасын ашу ойша болады. Екінші, кілтті сөздерді қатар тізіп алғаннан кейін енді одан мағыналық қатар жасаймыз. Қазір оны практикалық жұмыс барысында көрсетемін. Мағыналық қатардан кейін енді біз оны доминанта мағынаға өткіземіз. Ол енді былай. Мына жерде сендерге мәтін берілді. Біздің ғасырымызды статистикасыз елестету қиын. Статистика көп мағыналы сөз. Бұл сандар жинағы және бұл арнайы әлеуметтік бла. Енді осы мәтіннің ішінен біз кілтті сөздерді теріп алайық. Бірінші азат жолдан статистика, сандар жинағы, ғылым, методика, статистикалық сауатсыздық, орташа өмір сүру ұзақтығы. Бұл біздің мәтіннің ішіндегі кілтті сөздер болды. Енді кілтті сөздерді біз былай кестеге жіктейміз. Кілтті сөздер статистика, сандар жинағы, ғылым, методика, статистикалық сауатсыздық, орташа өмір сүру ұзақтығы. Есептеулі шартты мән. Енді мағыналық қатары. Статистика сандар жинағы екен. Статистика ғылым екен. Статистика методика екен. Екінші азат жол бойынша көптеген журналистерде статистикалық сауатсыздық бар екен. Орташа өмір сүру ұзақтығы бір жылда туылып, орташа қанша жыл өмір сүргеніне байланысты. Бұл мағыналық қатар. Яғни біз кілтті сөздерден мағыналық қатар жасадық. Енді үшінші, бүкіл мағыналық қатарға бір доминанта ой. Демек, ақпараттарын барынша жақсы жеткізу үшін журналистер статистиканы оқуы керек. Міне, жаңағы сендерге берілген үлкен мәтіннен бір ғана ой алынды. Ол журналистер өзінің айтқанын дұрыс жеткізу үшін оларға статистикалық сауаттылық керек екен. Міне, бұл мәтіндегі негізгі айтылған ой осылай. Біз қазір бұл жаттығуды жазып, кілтті сөздерді бөлек, мағыналық қатарды бөлек, доминанта ойды жазамыз. Ал бірнеше жаттығулардан кейін бұл біздің әдетімізге айналады. Ол кезде жазбаймыз. Тек ойша ғана жұмыс жасаймыз. Мәтінді түсіну, яғни кілтті сөздер, мағыналық қатар, доминанта ой, оны мен сендерге жаңбыр тамшылары арқылы түсіндіргім келеді. Өздерің көріп тұрсыңдар, бірінші қатарда кілтті сөздер. Бұл жерде жаңбыр өте қатты жауып жатыр. Тамшылар өте көп. Ал мағыналық қатар. Кішкене жаңбыр басыла бастады. Демек, тамшылар да азая бастады. Ал доминанта. Енді жаңбырдың тоқтауына азғантай ғана уақыт қалды. Демек, бұл кезде жаңбыр тек қана 1-2 ғана тамшыдан жауып тұр. Ал доминанта дегеніміз осы бүкіл су ақпараттарды алып тастап, тек алтын ақпараттарды алып қалу екен. Сонымен қазіргі айтылған жаттығу кішкене қиындау, бірақ бірнеше рет орындасаңдар
әдеттеріңе айналып кетеді. Мен басында біраз қиналғанмын, жазып жүрдім, шаршап жүрдім, бірақ бірнеше рет жасағаннан кейін ол менің әдетіме айналды. Адам қашан әдетіне айналдырады, ол затты жасау мүлде қиын емес. Ол автоматты түрде жасалынады және мидың тарапынан энергия кетпейді. Енді доминанта сөздер қатарын былай түсіндірсек болады. Кілт сөздер бізде өте көп, салмағы да қысқа. Ал доминанта ол негізгі түйін, негізгі ой. Экранда көріп тұрсыңдар ма? Екеуін таразыға салған, доминанта ой жеңіп шыққан. Себебі ол негізгі түйінді ой. Жақсы. Доминанта мағынасын мынадай үйшік түрінде де түсіндіруге болады. Ол дегеніміз, өздерің көріп тұрсыңдар, ең іргетасында мәтін, яғни көп сөздер, келесі баспалдақ кілт сөздер. Бұл жерде кішкене азаяды сөздер саны. Одан кейін мағыналық тірек пункт. Жаңағы ол біздің айтқанымыз мағыналық қатар. Мағыналық қатар негізгі мағынаны шығарып береді. Ал үйдің шатырында доминанта мағына. Шатыр әрқашан үлкен болады. Сондықтан біз оны доминанта ретінде қарастырады екенбіз. Керемет, доминанта тақырыпшасы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз уақытымызды босқа кетірмейді екенбіз. Мәтіндегі негізгі ойды ғана есімізде сақтап қалады екенбіз. Жақсы. Енді бізде мынадай бірдеңе жетіспей жатыр. Чаттарда мен сендердің кітап оқып жатқандарыңды байқап жатырмын, бірақ сендер кітаптың мағынасымен бөліспей жатырсыңдар. Қараңдар балалар, бізде мынадай мақал бар. Ақсұңқар құс астындағы жемін шашып жейді, ал қара құс басып жейді. Сендер көп кітап оқисыңдар, кітаптағы негізгі оймен достарыңмен бөліспесеңдер, сендер қара құссыңдар. Демек, сендердің ешкімге қайырларың жоқ, тек өзің үшін оттаған хайуан деген сияқты. Бұл дұрыс емес. Қандай ақпарат оқимыз, оны достарымызбен бөлісеміз. Ол бір жағынан жақсылық, екінші жағынан сенің білімділігіңді арттырады. Сен қанша адамға оны қайталасаң, сенің миыңда ол сонша рет қайталанып жатыр. Демек, ол сенің ұзақ мерзімді жадыңа қарай жіберіліп жатыр деген сөз. Сонымен бүгіннен бастап қандай кітаптарды оқып жатқанымызды чаттарда достарымызбен бөлісеміз. Жақсы. Бүгінгі 3-ші сабақта мен сендерге бақытты болудың құпиясын айтқым келеді. Неге? Себебі бақытты әркім әртүрлі түсіндіреді. Мысалы, сен тек өзіңе былай эксперимент жасап көр, мамаңнан сұра. Мама, сіз үшін бақыт деген не? Папаңнан сұра. Папа, сіз үшін бақыт деген не? Олар түрлі-түрлі ойлар айтады. Философиялық ойлар айтады. Мен үшін бақыт деген сенің сау болғаның, мен үшін бақыт деген отбасым, мен үшін бақыт деген тағы бірдеңе, елімнің аман болғаны. Бұлардың барлығы тек сөз. Ал бақытты біз ғылым тілінде былай түсіндіреміз. Ол 4 гормон. Біздің миымызда 4 гормон бар. Дофамин, серотонин, эндорфин, окситоцин. Осы 4 гормонның қайсысы бөлінген кезде сен өзіңді бақытты сезінесің. Дәлелдейін ба? Мысалы былай. Бір тамақты қатты аңсап жүрсің, немесе бір кафенің алдынан өтіп кетіп бара жатқанда тамақтың иісі мұрныңа келді. Сен ана тамақты жегің келді. Барып жеген едің, сен өте өзіңді бір аз уақытқа бақытты сезіндің. Демек, тамақтың иісі сенің мұрныңа келгенде, миыңда дофамин, нейромедиаторы бөлінді. Ал барып жедің, сен оны жегеннен соң өзіңді рахат сезініп қалдың. Осы кезде сен бақыттысың. Ал сен қашан армандарыңды ойлаған кезде, мысалы, армандасаң, қиялдасаң, миыңда дофамин гормоны бөлінеді. Дофамин гормоны бөлінгенде, сен өзіңді бақытты сезінесің. Осы дофамин гормоны туралы тағы да ойланып көріңдер. Қандай жағдайда менен дофамин гормоны бөлініп жатыр? Жақсы. Екіншісі серотонин гормоны. Ол дегеніміз, мысалы, сені мамаң, немесе мұғалімің басқалардың көзінше мақтаса, сен өзіңді бақытты сезінесің. Солай ғой? Я, себебі сенде серотонин гормоны бөлініп, басқалардан күштісің, сен басқалардан мықтысың деген ой қалыптасты. Сен бұл кезде өзіңді өте қатты жақсы және бақытты сезінесің. Ал егер сені біреу ұрысса, ой, неге мына тапсырма орындалмады, неге үй жұмысын жасамайсың десе, сенің миыңда серотонин гормоны төмендейді және сен өзіңді бақытсыз сезінесің. Сондықтан серотонин гормонын бөлдіріп отыру керек. Мысалы, сен мамаңның, папаңның бақытты болуын қаласаң, мақтап қой.
немесе оларды еркелет деген сияқты. Осы кезде олардың миында серотонин гормоны бөлінеді, олар өзін бақытты сезініп, сені одан қатты еркелетеді. Жақсы ма? Үшінші гормон бізде окситоцин гормоны. Сен өзің жақсы көретін адамды, немесе өзің жақсы көретін ойыншығыңды қатты құшақтаған кезде өзіңді бақытты сезінесің. Себебі мида окситоцин гормоны бөлінді. Бұл тәсілді сынап көру үшін сен мамаңды, немесе бауырларыңды қатты қысып құшақтап көр. Оларда да, сенде де окситоцин гормоны бөлінеді. Бұл гормондар көтерілген кезде адам өзін бақытты сезінеді. Сол үшін күніне кем дегенде 3 рет мамамызды, папамызды құшақтап сүюге кеңес беремін. Төртінші гормон бізде эндорфин гормоны. Ол көбіне батырлар ұрандағанда. Мысалы, сен бокс көресің ба? Бокс, футбол көргенде сен біреуге жанкүйер болып отырасың. Соқ, бұлай соқ, мына жағынан жібер. Осылай болады ғой. Міне осы кезде адамда эндорфин гормоны бөлінеді. Сен өзің жақсы көретін, мысалы, Геннадий Головкин, мысалы, Қанат Ислам, тағы да Барселона сияқты командаларға жанкүйерлік еткенде сенде эндорфин гормоны бөлініп отырады. Сен бұл кезде ештеңені ойламайсың, өзіңді бақытты сезінесің. Енді күнделікті өмірде қандай жағдайда сен өзіңді бақытты сезініп жатырсың, және оны қай гормонмен алмастырасың, осыны ойлап, маған кері байланыс жібересің. Ал жақындарыңды, айналаңдағы адамдарды бақытты ету үшін осы 4 гормонды қолдан. Осы 4 гормон қашан басқа адамдарда бөлініп тұрады, олар саған керемет әсер етеді. Ал саған керемет әсер етсе, сенің еңбек өнімділігің, сабақ оқу ынтаң өте жақсы дамитын болады. Келістік па? Әр сабақтың соңында біз инсайттар айтамыз. Бүгінгі инсайттар өте керемет болды деп ойлаймын. Доминанта мағына, яғни жылдам оқуға болсын, отбасымызды бақытты ету болсын, өзімізді басқару болсын, инсайттар бердім деп ойлаймын. Инсайттарды қалай жіберу керек екенін білесіңдер. Ең біріншісі, нені үйрендім, екіншісі, нені түйдім, үшіншісі, енді оны қалай қолданамын. Видео инсайтты күтемін. Үшінші сабақтың қалай өткені туралы чаттарда маған кері байланыстар бересіңдер деген ойдамын. Сонымен 4-ші сабақта кездескенше